Жекпе-жек кезеңінің келесі жұбы Мұрат Дәлелхан. Мазмұны адамға жігер береді деп ойлап, сосын осы әнді айттым. Бір адам тайша айтқанын түсінбей қала ма деп ойладым. Ең алдымен Майра Мұхамедқызы айланды. Жүрегім қобалжығаны сәл орнына түсті. Жақсы болды, өзімді өте қуандым. Жүріп таңдағанда мен шіркірай бір ер адам келсе екен тамаша болатын еді деп ойладым. Неужели я? Я что ли? Деп тұтып. Жақсы әнші. Жақсы әнші емес пе? Сен шығасың қазір. Шығам. Көресің. Ну? Және Әсет Көшербай. Ол кездегі сезімді сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Екеуіңіз де халықтың сүйіспеншілігіне, махаббатына бөленгенсіздер. Жекпе-жек кезеңінде жақсы жұп шығады деген сенімдемін. Мен Мұрат ағаны көрсем, Алматының Алатауын көргендей боламын. Алатаудың қасында Әсет тас сияқты ғой. Екеуміз бір жолда емеспіз. Менікі үлкен трасса болсаң кететін әге. Ол кісінің жүрген жолы ондай емес, тас жол. Ал Мұрат, Әсет, дәл қазір жекпе-жек кезеңінде қандай ән айтатындарыңызды айтатын боламын. Бұл шынымен де өте әдемі ән, халықтың сүйікті әні. Онда тамаша болды. Ән ұнады. Қарсыласты шамалы басын қырап тұру керек. Мен орында көрмепті, еңдап оттық. Ай, осы кісі бірдеме білдіріп жүр ау. Ай, осы кісі дайындықты айтпай жүр ау. Ойбай, ондай істемейміз біз. Өмір істемейсіңдер, сразу ән айтасыңдар. Мен мүмкін осы жерде төмен алып көрейін. Алып көрі ой, алып көрі. Мына гүлдескеміз ғой. Дегенде ирасына жерін толады, сол сияқты. Әсет әуесқой әнші. Бүгін байқағаным, демді қалай алу керек, мына жақты қалай ұстау керек, түсіндіріп айтқанда тез қабылдайды. Егер жақсы дайындық жасалса, профессионалдық әншіге айналып кетуі әбден мүмкін. Мұрат халық әртісі, профессионалдық әнші. Бір профессионалдық әнші менен бір әуесқой әншінің басын қосу, ол өте қиын. Сөзіне қайта-қайта шатасып тұрғанына мен Мұратқа ренжіп тұрмын да. Дайындықтары онша емес. Мен берген тапсырманы, мен берген әндерді әлі күнге дейін сөзін жаттай алмай, кірісе алмай жатқан сияқты. Сіз сөзін кейде ұмытып қаласыз. Сен жоғарға шыға алмай қаласың кейде. Енді екеуінде үміт артам, жақсылап орындап шығатынына сенем. Өз ойдан шығады деп ойлаймын. Қобалжу жоқ ешқандай. Мен өстімекен шіркін ай. Құрметті Қаракеңгір ауылы, мен сіздердің үміттеріңізді ақтаймын. Күтіңіздер, жақында Қазақстан дауысы болған. Екінші жекпе-жек міне басталады. Олай болса, қарсы алыңыздар. Күзетші бола тұра, ән салып, халықтың махаббатына бөленіп жүрген Әсет Көшербай. Жарайсың, Әсет бауырым, саған сенемін. Және Қытай Халық Республикасының халық әртісі Мұрат Дәлелхан.
Алға. Ал Майра ханым, қос буынның шайқасы болайын деп тұрған секілді. Айтпа. Сонымен, қымбатты көрермен, жекпе-жек басталсын! Ерке назды күлкің, асыл маржаным, шоғылалы нұрлы жарқын жанарың, қол бұрасың гүлдей сұлусың бой жеткен, жайма шуақ күндей жайна ажарың. Мың оралған таң шыбықтай, мөлдіреген таңғы шықтай, мөлдіреген таңғы шықтай, сұлу бой жеткен, ақ қанаты арманым сен, Қандай керемет көңіл-күй сыйлайтын әнем. сен, жүрегімнің аңсары сен, сұлу бой жеткен. Ұшқындағы біздің асыл арманым, бірге жүрген күнде асыл күніміз. Жау жүрегім тұлап созамын қолымды, бақытыма балап саған жолы күн. Мың оралған таң шыбықтай, мөлдіреген таңғы шықтай, мөлдіреген таңғы шықтай, сұлу бой жеткен. Барша бой жеткендерге арнадық. Арманым сен, жүрегімнің аңсары сен, жүрегімнің аңсары сен, сұлу бой жеткен, сұлу бой жеткен, сұлу бой жеткен. Ай, жарайсың бауырым. Ой, керемет, жақсы орындады. Ағалы інілі мықты дуэт болды. Тәлімгерлер, сіздер қандай баға бересіздер? Шынымды айтсам, маған бір сайыс емес, керемет бір концертте бар ғой. Отырғандай болдым, сезіндім, әдемі, көңілге сыйладыңыздар. Бұл жерде енді шынымды айтсам, ешқандай сын айтқым келмейді. Маған ұнап қалды, кәдімгі дуэт ретінде өте жарасып тұрсыздар. Рахмет сіздерге. Сізге рахмет, Маржан ханым. Сәкен мырза. Айтарға сөзім жоқ, шынымды айтсам. Керемет бір көркем өнерпаздар үйірмесінің әншілері сияқты жақсы өнер көрсеткен. Бір сөзім айтқанда, кімнің кәсіби деңгейдегі әнші екенін, кімнің әуесқой әнші екенін ажыратамай қалдым. Шынын айту керек. Рас. Ортадан төмен деңгейде болды. Әшейін жүрдім бардым мен, жаңағы ауылдың көркем өнерпаздар үйірмесі деп атқаным сол, сондай сенімсіздік, бір-біріңіз жүре тыңдау сияқты қарым-қатынасты сахнада көрдім. Сол себепті екеуіңізге де кешіріңіздер, көңілім толмады. Әлем. Маған сол дұрыс еместік сахнадағы қатты ұнап отыр. Әсеттің бүйтіп ағаға қарамай өзімен өзі бүйтіп жүргені, аға ар жақта бэндке қарап, дәмді сондай. Бұл еркіндік. Адамға көңіл күй сыйлай білу. Маған кәдімгідей өте күшті атмосфера сыйладыңыздар. Жо, атмосфера беру жақсы, бірақ біз Қазақстан дауысын таңдап отқанымыз ұмытпауымыз керек. Сол үшін мен айтып отырмын. Рахмет өнерлеріңізге, аға. Ризамын сізге. Сондай жарық адамсыз. Әсет, шынымен мына жерде кім әуесқой екен, кім жаңағыдай кәсіби деген бұл жерде білінбейді. Рахмет өнеріңе. Әрине бұл жерде Сәкен ағамен де келісуге болады. Бірақ мен өнерді бағалап отқандай субъективті пікірім бар. Сол жерде мен айтып отырмын. Маған қатты ұнадыңыздар. Рахмет, Майра ханым. Енді сіздің өнерпаздарыңыздың өнері әріптестеріңіздің біріне ұнаса, біреуіне ұнамады. Кейде әншілерге өте танымалы әндерді айту қиынға соғады. Бұл екі әнші мен үшін Әсет арайлап атқан таң сияқты, күннің шыққан сияқты, жас. Ал Мұрат кешкі күннің батып бара жатқандағы қызыл сәулесіменен бір әдемілік. Сондай екі жас табиғатқа салыстырып қарасақ. Не деген теңеу? Мұрат өз отанына келіп өнерінде, өмірінде қайта нөлден бастап, мінекей халықтың алдына шығып отыр.
Ал әсет болса, атақтың, абыройдың, мына қошаметтің, гүлдің, жаңағы сенің жанкүйерлеріңнің оның бәрін сезімін, әлі дәмін татқан жоқ. Әлі білмейді. Күзетші болсаң да, әнге деген махаббат сені арманды жетелеп осы жерге алып келді. Майра ханым, сіздің жан дүниеңізді түсінеміз, көріп отырмыз. Шешім қабылдау қиын. Әрине. Дегенмен, қай қатысушы келесі айналымға өтеді? Менің таңдауым Мұрат. Жарайсыз, Мұрат аға. Алға. О, міне. Міне, музыканттарға деген Құрметті қалай. құрметі. Құтты болсын. Сен сөзден сен тайып бар қайта қайтып келдің. Келесі кезеңге өттіңіз, жеңіске жеттіңіз. Енді бұйырса финалда көрейік. Құтты болсын. Рахмет. Әсет, көп рахмет саған. Біздің тәлімгерлерге, көріп отқан туыс-туған ағайын бауырларына сәлемдемең болса, алғысың болса. Көп рахмет барлықтарыңызға. Сіздердің алдарыңызда өнер көрсетудің өзі мен үшін үлкен жеңіс. Сәлем айтам ауылыма. Үміттеріңіз ақталмай қалды. Бәрі ақталды. Мен сен болғам. Әсетжан бауырым, келе ғой. Қалайсың, қандай сезімдесің? Терлік кетіпсің ғой кәдімгідей. Әрине, керемет сезім. Жұмыс жасаймын, ешқашанда тоқтамаймын. Дұрыс. Біз сен көрерменде сені үлкен жобаларда, үлкен сахнада көргіміз келеді. Жарайсың, тек қана сәттілік. Күшті көрінеді ғой, сіздер байқамайсыздар ма? Аға, мына жерде тұрады ғой. Мына жерден кеткен жоқ. Мұрат Маған мырза. сол қызық Кеткен болыпты. жоқ. Бірінші ана әсет кетті, Әсет бастады. Қалай келді? Естісінші? Тал шыбықтай, сұлу бой жеткен, бір-бірінен өшірді коннект болады. Мұрат ағай былай ет қалды. Былай ет қалды да, жігіттер. Әдемі. Не, күшті.